Қателесуден қорықпа. Томас Эдисон алғашқы 4 айлық оқудан кейін мектептен шығарылды. Себебін ұстазы баланың ақыл-есі кем деп түсіндірді. Медициналық оқуды орта жолдан тастап кеткен Дарвинге әкесі сені ит пен тышқаннан басқа ештеңе қызықтырмайды деп ұрысқан болатын. Әйгілі Уолт Дисней газеттегі жұмысынан идеяң жоқ деген себеппен шығарылды. Барша әлемді өнерімен тәнті қылған Бетховеннің алғашқы ұстазы оны қабілетсіз деп есептепті. Танымал ғалым Эйнштейннің 4 жасына дейін тілі шықпаған екен. Оны ұстазы ақыл-есі кеміс болып өседі деп жорамалдаған. Ұлы мүсінші Роденнің әкесі «Менің ұлым ақылсыз, ол өнер мектебіне 3 рет оқуға түсе алмады» деп күйініпті. Император Фердинанд белгілі композиторлардың бірі Моцарттың Фигароның үйленуі туындысын ұнатпай, өте шулы және ноталар тым көп, нашар деп бағалаған екен. Атақты Менделеев химия пәнінен бағасы 3-тік болғанын көбісі біле бермейді. Адамдар мойындамаған бүгінгі ойыңыз ертеңгі керемет болашағыңыздың бастамасы болуы әбден мүмкін.